Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен жайына менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар біз осындай өте дәмді, биік, жұмсақ болып шығатын пеште дайындалатын пирожки дайындайтын боламыз. Барлық құрамдарын осы видеоның астына описанияға жазып кетемін. Бұл видеоның соңына дейін көрместен бұрын ең алдымен менің Instagram парақшама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сілтемесі осы видеоның астында описанияда болады. Ол жерде мен неше түрлі рецепттер және де лайфхактармен бөлісетін боламын. Тереңдеу қамыр ашытатын ыдысымызды аламыз. Оның үстіне сүт құямыз. Су. Және де осының үстінен қант пенен тұз саламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Ашытқы саламыз. Қазіргі таңда ашытқылар жылы жерде тұрып көтерілуді қажет етпейді. Барлығын жақсылап венчикпен араластырып, үстіне сұйық май құямыз. Оны салып, қамыр жасайтын боламыз. Өте жұмсақ қамыр пайда болуы керек. Басында венчикпен араластырып, одан кейін қолменен жақсылап илейтін боламыз. Менде осындай қамыр шықты. Енді біз оны ыдысымызға салып, бетін жауып, қақпағын жауып, қойып қоямыз. 1,5 сағаттай тұрып көтерілуі қажет. Менде 1,5 сағаттай тұрды. Енді біз осыны алып, оқтаумен жаятын боламыз. Шамамен 5 мм болу керек қалыңдығы. Енді осындай касенің көмегімен ойып шығатын боламыз. Менде касе кішкентай болғандықтан пирожки да кішкентай шықты. Табамызды майлап, осы пирожкилерімізді қоятын боламыз. Үстін жұмыртқа менен сүтті қосып, екеуін жақсылап араластырып, жағып шығамыз. Және де кунжут немесе мак қоюларыңызға болады. Мен кунжут салдым. 180 градуста 45 минуттай пісіріп аламыз. Мінеки достар, менде осындай өте дәмді пеште дайындалатын пирожки дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызды үстел үстіне қойып, пісіріп қуантсаңыздар болады. Өте тез желінеді, өте дәмді болып шығады. Менің YouTube парақшама және де Instagram аккаунтыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де YouTube парақшама тіркелген кезде қоңырауша болады, соны басып қойыңыздар. Сол кезде сіздер менен дүйсенбі, сәрсенбі шығатын жаңа рецепттерді ең бірінші болып көре алатын боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен жайына.